Қайырлы күн менің оқырмандарым, сіздермен бірге арайлым, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге бусинка атты салаттың рецептісін ұсынамын. Видеоны толықтай қарап, менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ең алдымен етімізді пісіріп аламыз. Менде сиырдың еті, сіздер басқа етті қолдансаңыздар да болады. Енді осы пісқан етімізді төртбұрыштылап, ұсақтап турап аламыз. Бұл салатымыз өте дәмді, тойымды, әрі сәнді, кез келген мерекелік дастарханыңыздың сәні болатыны сөзсіз. Енді осы ұсақтап туралған етімізді майонезбен жақсылап араластырамыз. Біздің етіміз толықтай араласуы қажет. Мінекей, енді осы етімізді тарелкаға бірінші слой етіп салып аламыз дағы. Үстіне тұздалған қиярымызды да ұсақтап төртбұрыштылап кесіп, үстіне орналастырамыз. Етімізді толықтай қияр жауып тұру қажет. Енді осы қиярдың үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Піскен сәбізімізді де үккіштен өткізіп алып, қиярдың үстіне орналастырамыз. Мен майонезді кондитерский мешочыққа салып, соның көмегімен жағып отырмын. Сіздер қасықпенен де жағуға болады, өз ыңғайларыңызға байланысты. Сәбіздің үстіне де майонезімізді жағамыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысы мен ағын ажыратып аламыз дағы. Ең бірінші сарысын үккіштен өткіземіз. Сарысының қасына сырымызды да үккіштен өткіземіз дағы. Екеуін жақсылап араластырып, жаңағы салатымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Енді осы сыр менен сары уызымыздың үстіне де майонезімізді жағамыз. Қолданатын заттарыңыз пісіп тұрса, етіңіз, сәбізіңіз, жұмыртқаңыз пісіп тұрса, салат өте тез жасалады. Ендігі кезекте жаңағы ақ уызымызды да үккіштен өткізіп, салатымыздың үстіне себеміз. Қасықтың көмегімен әсемдеп, әдемілейміз дағы. Бетіне анарды моншақ тәріздес қылдырып, тізіп шығамыз. Мінекей, осыменен біздің салатымыз дайын. Холодильникте 1-2 сағат тұрғаннан кейін ұсына берсеңіздер болады. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Менің арнамда әлі талай дәмді рецепттер болады. Ас болсын, менімен бірге болыңыздар.